Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар. Bir тәуелсіздікке 32 жыл. Бұл елдіктің ортақ жеңісі, жаны қиған жастардың ұлтжандылығының жемісі. Әрине, қазақ ұлтының тарихы қиыншылықтардан құралған, ал кеңес өкіметінің озбырлығының шегі болып саналатын желтоқсан оқиғасы әлі күнге ел есінде. Бозоқтардың бозторғайдай жаны дәл сол уақытта дүлей дауылдан ұясын қанатымен қақпайлаған қарлығаштай еді. Бүгінгі Елі дейді бағдарламасының тақырыбы да осы жайында болмақ. Желтоқсан оқиғасы жайында жұрт не біледі? Алдымен осы жайында сұрақ көрейік. 86 жылы болған көтерілісте қаншама біздің қазақтың жастары қан төгіп алаңға шықты. Бүгінгі осындай суықтан қарамастан жастарымыздың көз жасы төгіліп, соңында осындай біздің қазіргі жастарымыз бейбітшілікте, осындай нығметте, тыныш заманда өмір сүріп жатыр. Көтеріліске шығып, қазақтың Мұхаммед Қонаев атамызды көкке көтердім. Желтоқсан оқиғасы туралы Қайрат Рысбек танимыз. Ләззат Асанованың ше? Танимыз. Қайдан өттіңдер оны? Қайдан білесіз? Мектептен. Желтоқсан оқиғасы мынау біздің тәуелсіздігіміздің, егемендігіміздің еңсеруінің, осы біздің ағаларымыз осы желтоқсанда байқан кезде еліміздің бірлігі үшін, еліміздің егемендігі үшін ойларын білдіріп, пікірін білдіріп, байқан кезде құрбан болып, осы тәуелсіздігіміздің жолында үлкен атсалысты деп ойлаймын. Вышли на протест, высказывали свое мнение. Даже студенты участвовали в данных мероприятиях и вышли на площадь, да? Желтоқсан оқиғасы жайлы бір білсе, бір білмейді. Егде тартқан кісілер ептеп еске түсіретін анық қой, бірақ жаңа заман жастары тіпті білмейді. Өйткені жылына бір-ақ рет тәуелсіздік күні еске алынады. Айталық, 1986 жылы 16 желтоқсанда Алматыда басталған көтеріліске 30 мыңға жуық жастар қатысқан. Жамбыл облысында да алаңға жиылғандар қарасы аз болмады. Санат Қонарбаевтың солақай саясаттан болған зұлматшақ айна қатесіз есінде. Өйткені дүмпу сезілген кезде атойлап алаңға шыққан сол кездегі жастардың бір ет, небәрі 19 жаста едім дейді ол. Мен досы өзім ол кезде Жамбыл қаласы болып саналатын, осы Таразда шықтым. Мен мынау Күлпросвет дейді, мәдени ағарту колледжінде сол кезде соңғы курста оқып жүрген. Соңғы екі жағы емтиханымыз қалған. Мемлекеттік емтихан. Біріншісі история КПСС дейді, екіншісі жаңағы өзінің спецсабағым. Мен докторская режиссерская оқыдым, досрочно. Жаңағы режиссура мастерство актера дейді. Сол екеуін тапсырсам, мен дипломымды алып еліме қайтатын едім. Бірақ оған жете алмадым. Неге десеңіз, Алматыдан сол кезде 18 желтоқсан күні 1986 жылы екі қыз келді жатақханамызға. Сөйтіп екі қыз қолын таңған, басын таңған, зәбір көрген. Солар жаңағы Алматыдағы енді болған оқиғаның ортасында болған болу керек. Алматыдағы қырғынның бәрін, қант қазақтың бәрін бізге жеткізіп айтып берді. Сонда менен жанымда Қайрат деген осы бірге оқыған курстас досым бар, мына Құланның жігіті. Сол екеуміз соны ертіп алып, бүкіл комнаттарды аралап, үгіт насихат жүргіздік. Осылайша насихатшылар жатақханадан шығу жоспарын құрады. Санат Бақтығұлының айтуынша, сол уақытта жүздеген студент қатыбас тәртіпті сақтаған. Күштен екінші қабаттағы кабинеттің терезесі арқылы қашқанын айтады. Сатылып шыққан студенттің көбі қыздар еді деп еске алды желтоқсаншы. Сөйтіп экзаменнің үстінде отырдым, бір 25 минуттай уақыт өткенде ма, 20-25. Кігі бұлар дейді, жаңа қазір кенді ғой енді. Кіріп берді, үш-төртеу. Сөйтіп кешегі мынау алаңға шыққандар бар ма деді. Мен енді көрініп тұр, бетімнен таяқ жегенім, көзім көріп тұрғаннан кейін мен шығарып алды да, астында текстресто деген кабинетке барып 2-3 сағат тергедім мен. Тергеп, шықтың ба, шықтым дедім. Не үшін шықтың деді, енді ол кезде білмеймін, ердің бар кетіп бара тұрған, шықтық дедім енді. Шындықты айтқан жоқпыз. Сонымен не керек, мен соттаймыз деді. Сорда жаңағы біздің жаңа оқу орнының әкімшілігін шақырып оқудан шығарды. Жаңа комсомол секретарын шақырып мені комсомолдан шығарды. Көзінде от ойнаған жастардың хормен айтқаны әнұран еді. Бәрінің мақсаты да, мұраты да бір. Тәуелсіздікті талап ету, билікке қазақ ұлтынан басшы сайлау. Дәл осындай ұранмен қарудан құралған бозоқтардың алаңға шығамыз деген ұмтылысы іске аса қоймады. Біздің мақсатымыз площадьқа бару, алаңға барып өз ойымызды ашық білдіру. Бейбіт түрде. Қолымызда ешқандай таяқ жоқ, ешқандай
басқа да үкіметке деген артық былапыт сөз жоқ. Біздің бар мақсат тілегіміз әр ұлттың өзінің көсемі болсын, неге қазақты қазақ басқармайды деген жаңа мақсатпенен барып ойымызды білдіріп еді. Бірақ біз оған жете алмадық. Мынау қазіргі Тұрар Рысқұлов паркінде, бұрынғы Ленин паркі болатын ол. Тура соның алдында жаңа мына Ботагөз деген ресторан болды. Сол Ботагөздің алдына келген кезде мен қашан дайындалып алған білмем, прожекторлар жағып тастаған әскерлер, милициялардан құралған жасақтар тас талғанымызды шығарып, ұрып соғып, қыздардың шашын жұлып, балалар тепкілеп, ұсталғандар ұсталды, ұсталмағандар тым-тырақайын балапан түсімен, тұрымтай басымен болып кетті ол жерде. Әркім біреуді ойлайтын жағдай болмаған. Сонымен жаңағы мен де қаштым. Қашқан кезде мен енді екшеу артыма түсіп, біреу подножка берді ма, құладым. Құлағаннан кейін тепкінің астына алып, ұрып, соғып, мені екі қолтығымнан апарып, жаңағы автозақ дейді ғой, қазір көресіңдер. Сондай автозаққа апарып салмақшы болды. Бірақ та мен есімді жейтінді, енді ол кезде жаспын ғой, енді 19-дамын, әбжіл қимылдаймыз. Сытылып, бар күшімді жинап, сол жаңағы милиция қызметкерлерінің қолынан сытылып шықтымда, қараңғы жерлермен, қараңғы көшелермен қашып, Суғанбай көшесіндегі ағам үйіне барып тағылдым. Санат Бақтығұлының айтуынша, сол ұмтылыстың нәтижесінде 30 қыз, 3 жігіт ұсталып, 3 күн тергеуде жатқан. Нәтижесінде оқудан шығарылған. Кейіпкеріміздің де оқуы сол кезден бастап тоқтатылған. Ауданына қайтарылып, шектеу жазасы қолданылған. Ал енді тәуелсіздікке қол жеткен уақыттан бері алаңға шыққан үшін жала жабылған жастар ақтала бастады. Бұл ақтау жұмыстары бүгінгі күнге дейін жалғасып келеді. Содан бері тарихи оқиға бүгінгі күнге дейін өз бағасын алған жоқ. Тарихшылардың айтуынша, желтоқсан оқиғасының шындығы әлі күнге ашылмай келеді. Ұлттық сипатқа ие көтеріліс бүгінгі күні оқиға деп аталады. Бұл қаншалықты әділетті деп ойлайсыз? Сонымен қатар еліміздің әр өңірден дүмпу шыққан дүрбелең жақтағы жан берген жастардың тізімі жоқ. Саусақпен санарлық тұлға қазір батыр атанды. Тарихшы Сауран Қалиевтің айтуынша, 1986 жылы 16 желтоқсандағы көтеріліс ұлт азаттық көтеріліс деп аталу керек. Тәуелсіздік үшін жастар жанын тәрк еткен осы зобалаң шақ оқиға дейтіндей аумақты емес, бүкіл Қазақстанды қамтыды дейді ол. Сондықтан тарихи теңдігі берілу керек деп санайды. Ал оны зерттеу үшін деректер керек. Үлкен мәселе де осында. Шын мәніндегі сол 86-87 жылдардағы оқиғаның тарихи деректері біздің Қазақстанда сақталмаған. Міне 86 жылғы болған оқиғаның негізгі тарихи деректерінің барлығы қазіргі Ресейдің әлгі федералды тергеу комитетінің арнайы құпияландырылған архивтерінде сақталып жатыр. Өйткені сол 86 жылғы оқиғаны зерделеу, тергеп тексеру мақсатында сол Ресейдің өңірлерінен, облыстарынан арнайы прокурорлар мен тергеушілер келген болатын. Міне іс қағаздарының жүргізілген тергеу амалдарының бүкіл құжаттарының барлығы қазіргі таңда Ресейде тұр. Әділетті Қазақстанның болашағы үшін осы оқиғаның деректері зерттелу және соның нәтижесінде бар шындықтың беті ашылу керек. Өйткені кеңес өкіметінің көрсеткен зобалаңы шындығы тарихқа енуі маңызды дейді тарихшы. Енді мен алдағы уақытта да осы желтоқсан оқиғасына байланысты тың тарихшылардың ортасында зерттеу жұмыстарын жүргізу керек деген ұсыныс айтқым келеді. Бұл енді шын мәнінде қазақ тарихында бір қасіретті жылдардың осы тәуелсіздік жолындағы қазақ жастарының, мысалы Қайрат Рысқұлбек, Ләззат Асанова сияқты қазақ жастарының тәуелсіздік жолындағы өздерінің жас өмірін қыршыннан қиды. Бұлай алғанда құрбандыққа жіберген азаматтар. Жамбыл облысының өзінде бүгінгі күні 400 желтоқсаншы бар. Олар бүгінгі күні жастарға қасіретті шақтың еміс-еміс естелігін айтып, жастарды жігерлендіруге атсалысып жүр. Расында алдағы уақытта тәуелсіз елдің тарихында шындықтар ашылса, өскелең ұрпаққа қалдырған ең құнды мұра болар анық. Айта кетейік, мемлекет басшысының тапсырмасымен ашаршылық құрбандары азаматтарды ақтау жұмыстары жүргізілуде. Алдағы 1-2 жылдың ішінде желтоқсан оқиғасының сыздаған шындығы ашылуы мүмкін.